Сәлеметсіздерме? Мен бүгін малинаны қайнатып, оны банкіге қысқа жабуды көрсететін боламын. Міне мен жуып алдым. Енді осыны суынан жақсылап сүзіп, бөлек ыдысқа саламыз. Жуылған малинамыздың үстіне үлкен кесемен 2 кесе секер саламын. Секерін салып болған соң, тағы да бетін ашып, 1 кесе секер салып, оны да жақсылап араластырып, 1 күнге бетін жауып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай соғы шығып жатыр. Міне малинамыз секермен 1 күн тұрды, секері езіліп, соғы шығып, енді осының дәмін қараймыз. Егер де ащы болса, тағы да секер салып жіберсеңіздер болады. Бетін жауып қоямыз. Малинамызды газге қойдым, енді осылай бетіне шыққан көбіктерін алып тастаймыз. Баринеміз 5 минут қайнап болған соң, газымызды өшіріп, 2-3 сағатқа тындырып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, баринеміздің көбіктері басылып, осылай әдемі болып шығады. 3 сағат тынып суыған соң баринеміз тағы да газге қойып 10 минут қайнатамыз. 10 минут қайнап болған соң тағы да 1-2 сағатқа суытып қоямыз. Баринеміз суығанша крышкамызды жуып 1-2 минут қайнатып, банкімізді парға қоя берсек болады. Баринен бір қайнатып, банкілерге құя береміз. Міне баринеміз дайын, енді банкілерге құйып жаба берсек болады. Баринемізді ыстық күйінде парланған банкімізге құямыз. Видеода бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге ұнаса, маған лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрметті оқырмандар, видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай банкімізді төңкеріп, бетін жауып 1 күнге қоямыз.